сіздерге мен технологияның түрлерін бердім, естідіңіздер ме? Компьютерлік технология, топтастыру технологиясы, өткендегі дәрісті ашып қараңыздаршы. Ұжымдық оқыту технологиясы, дамыта оқыту технологиясы, дебат технологиясы бар ма алдарыңызда дәрістеріңіз? Жалпы жаңа технология туралы түсініктерді қалыптастырған болатынбыз. Бағдарламалық технология, жекелеп оқыту технологиясы. Осы дүниелерге байланысты қарлығаш сіз салдыңыз. Мен көрдім. Жаңа сізге де салу керек. Мен өткенде семинар сабақтың тақырыптарын бердім ғой. Дәрістен кейін. Есіңізде ме? Осы технологияларға байланысты мысалдар жазыңыздар деген сияқты. Жаңашыл әдіскерлердің оқыту технологиясы туралы ой пікірлерге сараптама жасаңыздар дедім. Естеріңізге түсіп жатыр ма берілген тапсырма? Докторанттар. Осы тапсырмаларды тексеруім керек. Жаңа технологияның бір түрін негізге алып, сабақ үлгісін ұсыныңыздар деген сияқты тапсырмалар болған. Бұл өткендегі берілген тапсырмаға орай. Сонан соң, одан бөлек, бүгінгі сабағымыздың тақырыбын жазып қойыңыздар. Қазақстандық жоғары оқу орындарында білім берудің сапасын дамыту заңдылықтары деп аталады бүгінгі тақырыбымыз. Қазақстандық жоғары оқу орындарында ЖОО деп белгілеп қойсаңыздар болатын шығар. Білім берудің сапасын дамыту заңдылықтары. Қазақстандық жоғары оқу орындарында білім берудің сапасын дамыту заңдылықтары. Бүгін 10 заңдылығын қарастырамыз. Жалпы Қазақстан жоғары оқу орындарында білім берудің сапасын дамытудың жалпы білім беру сапасының барлығына тән жалпы заңдылықтар жүйелі ұстануы керек. Айналайын, қыздар, тыңдап отырсыздар ғой, оның аясына қазір қандай заңдылықтар кіретінін айтамын. Бір нөмірлеп жазып отырыңыздар. Бірінші, білім беруді дараландыру заңдылықтары. Білім беруді дараландыру заңдылықтары. Екінші, білім беруді шығармашылдандыру. Білім беруді шығармашылдандыру заңдылықтары. Үлгеріп жатырмыз ба? Білім беруді шығармашылдандыру заңдылықтары. Оза оқыту заңдылықтары. Үшінші, оза оқыту заңдылықтары. Оза оқыту заңдылықтары. Оза оқыту орыс тілінде егер түсінікті болатын болса, қарлығаш. Онда оза оқыту опережающие. Оза оқыту деген термин опережающие деп аударылады орыс тіліне. Ары қарай, білім беру сапасын. Үлгеріп жатырмыз ба? Білім беру сапасы рөлін арттыру. Білім беру сапасы рөлін арттыру. Білім беру сапасының рөлін арттыру. Білім беру сапасының рөлін арттыру заңдылықтары. Бар ма төртінші? Бесінші. Үздіксіз білім алу заңдылықтары. Үздіксіз білім алу заңдылықтары. Келесі, білім беруді интенсивтендіру заңдылықтары. Білім беруді интенсивтендіру заңдылықтары. Білім беруді интенсивтендіру заңдылықтары. Келесі, интенсивтендіру заңдылықтары. Келесі, білім беруді компьютерлендіру заңдылықтары. Білім беруді компьютерлендіру заңдылықтары. Білім беруді компьютерлендіру заңдылықтары. Келесі, білім берудің мақсатты бағдарларының ауысу заңдылықтары. Білім берудің мақсатты бағдарларының ауысу заңдылықтары. Мақсатты бағдарларының ауысу заңдылықтары. Келесі. Білім берудің көп сатылығы және шоғырлығы заңдылықтары. Білім берудің көп сатылығы. Қазір әрқайсысы жеке-жеке тоқталамыз. Білім берудің көп сатылығы және шоғырлылығы. Шоғырлығы деген циклдығы деген сөз. Шоғыр деп мен циклды алып отырмын балалар. Түсінікті ғой, шоғырлылығы, жақша іште циклдығы заңдылықтары. 9 болды ма? 9 болды. 10-шы соңғысы білім берудің ұлтаралық, халықаралық деңгейге өтуі заңдылықтары. Білім берудің ұлтаралық, халықаралық деңгейге өтуі заңдылықтары. Жақсы. Енді әрқайсысына қысқаша тоқталып мағлұмат беріп кетейін.
тезис ретінде конспект жазып отырыңыздар. Білім беруді дараландыру заңдылығы. Білім беруді дараландыру заңдылығы. Білімгер деп мен кімді айтып отырмын, балалар? Студент, магистрант, докторат, білімгер ғой бізде барлығы. Білім беруді дараландыру заңдылығы білімгердің өзінің мүмкіндігі мен қажетіне қарай, білім алу құқығын сақтай отырып, болашақтағы кәсіби өсу жолына қажетті курстар мен тақырыптарды дұрыс іріктей білуіне, жеке жауапкершілігін қалыптастыруды көздейді. Бар ма, балалар? Жеке жауапкершілігін қалыптастыруды көздейді. Білім беруді дараландыру, ертең осындай сұрақ болады. Білім беруді дараландыру дегеніміз не? Қалай түсесіз деген? Білім беруді дараландыру, білімгердің өзіндік білім бағдарламасын құруымен ғана емес, өзіндік жұмысты оқытушылармен бірге отырып, ұйымдастырумен жүзеге асырылатын ерекше үдеріс. Айталық, сіздер бакалавриатта оқыдыңыздар, магистратурада тәмамдадыңыздар, сонан соң қазір докторантурада оқып жатырсыздар. Сіздер өздеріңіздің білім беру траекториясын таңдаған боларсыздар. Таңдау компонентіне келген кезде бірнеше пәндерді ұсынған болар сіздерге. Сол жерде өздеріңіз жаңағы болашақ кәсіби өсу жолына қажетті курстарды, тақырыптарды таңдадыңыздар деп есептейміз. Келесі, білім беруді шығармашылдандыру заңдылықтары. Шығармашылдандыру дегеніміз креативтендіру ғой, балалар. Білім беруді шығармашылдандыру, жақшаның ішіне креативтендіру заңдылықтары. Так. Бар ма? Бастайық. Білімгерлердің білім алу үдерісін дұрыс ұйымдастыру мен басқаруда, шығармашылдандыру заңдылықтарын басшылыққа алу арқылы, шығармашылдандыру, креативтендіру деп айттым жаңа, заңдылықтарын басшылыққа алу арқылы қазақстандық жоғары оқу орындарында білім берудің көптеген мәселелерін жастардың ойлау қабілетін дамыта отырып шешу мүмкіндіктерімен, жастардың ойлау қабілетін дамыта отырып шешу мүмкіндіктерімен бірлікте қарастырамыз. Жоғары оқу орнын бітірген жас маман ЖОО деп қойсаңыздар болады. Жоғары оқу орнын бітірген жас маман белгілі бір мамандықтың орындаушысы ретінде ғана емес,
жоғары оқу орнын бітірген жас маман белгілі бір мамандықтың орындаушысы ретінде ғана емес, сол кәсіпте шығармашыл, қиынды оңайлату жолдарын іздеп таба алатын, сол кәсіпте шығармашыл, қиынды оңайлату жолдарын іздеп таба алатын. Үлгеріп жатырмыз ба, Жанат, Қарлығаш? Қиынды оңайлату жолдарын іздеп таба алатын, танымдық белсенділігі жоғары, тұлға деңгейіне көтерілуі керек. Танымдық белсенділігі жоғары, тұлға деңгейіне көтерілуі керек. Жазып отқан дүние түсінікті ғой, балалар,